Сәлем достар, бір жасағанның өзінде шығатын, қазіргі кезде хит болып жатқан трайфл десерті. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды салып, миксермен 5 минуттай ағарғанша араластырамыз. Ұнымызға какао, разрыхитель үшеуін араластырып, аз-аз мөлшерден салып отырып, осылай араластырып шығамыз. Міне осындай болып шығу керек. Фольга немесе пергамент қағаздың үстіне салып шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскеннен соң міндетті түрде суытып қойыңыздар. Оған дейін біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, сахарная пудра және де творожный сырды үшеуін жақсылап крем шыққанша араластырамыз. Араластыруға примерно 10 минуттай кетеді. Міне осылай крем шығу керек. Біз суыған корждарымызды бөліп, ұсақтап аламыз. Ыдысымызға салып шығамыз. Үстінен кремімізді салып, тегістеп, холодильникке қойып қоямыз. Ал оға дейін біз бетіндегі шоколадты дайындаймыз. Сливкіге шоколадты салып, ертіп аламыз. Еріген шоколадты суытып, бетіне жағып шығамыз. Қалаларынша әрілеп, холодильникке 2 сағатқа қалдырыңыздар. Міндетті түрде дайындаңыздар, ас болсын.